Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Сіздермен бүгін біздің өміріміздегі ең өзекті тақырыптардың бірі ақша жайлы сөйлеспекпіз. Көбіміз үшін ақша тек қағаз немесе сандық белгі емес, ол біздің бақытымызға, қауіпсіздігімізге және мүмкіндіктерімізге тікелей байланысты. Ақша бізге не береді? Ең бірінші, қауіпсіздік және тұрақтылық. Ақша бізге үй, тамақ, медициналық қамтамасыз ету сияқты өмірлік қажеттіліктерді қамтамасыз етеді. Екіншіден, ол бізге мүмкіндіктер береді. Ақша білім алуға, саяхаттауға, жаңа нәрселерді үйренуге, бизнес бастауға немесе өз армандарымызды жүзеге асыруға мүмкіндіктер ашады. Үшінші, бостандық, қаржылық тәуелсіздік. Өзіңіз қалаған жұмысты істеуге, қалаған жерде өмір сүруге және өзіңізге ұнайтын нәрселерге уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Төртінші, басқаларға көмектесу. Қолымызда ақша болса, біз жақындарымызға, қоғамға немесе қайырымдылық ұйымдарына көмектесе аламыз. Ал енді біздің әрқайсымызды мазалап жүрген видеомыздың тақырыбы көп ақша табудың ең маңызды 3 қадамын айта кетейік. Біріншісі, ойымыз. Біз түсінуіміз керек, әлемде ақша өте көп. Саған да, маған да, туыстарға да бәріне жетеді. Мен ақша көп алып қойсам, өзімше болып кетем. Ақша көп тапқаным үшін басқалардан ұялам, таныстарым арасында жоғары болып кеткенімнен ұялам деген сезімдерден арылыңыз. Себебі Алла ол ризықты сіздің жасаған еңбегіңіз үшін берді. Ал басқа адамдардың ризығын, олар қаншалықты әрекет етеді, соған қарай береді. Ол сенің мәселен емес, Алланың мәселесі, ал біз оған араласа алмаймыз. Сол үшін ақшаға деген ой сезіміңізді дұрыстаңыз. Екіншіден, шығынды санаңыз. 100 000 айлық алдыңыз, ұсақ түйекке дейін қайда жаратып жүрсіз, қанша таптыңыз, есептеңіз. Ақша есепті жақсы көреді. Есеп бар жерде жауапкершілік те бар. Жауапкершілік бар жерде реттілік бар. Ойыңыз хаос болып жүрмейді. Есте сақтаңыз. Табыс шығыннан көбірек болған кезде сіз ұтасыз. Үшінші, қосымша табыс көзін ойластырыңыз. Мысалы, қазір сіз мұғалімсіз, врачсыз, охранниксіз. Қазіргі заманда кез келген ісіңізді әлеуметтік желімен табыс көзіне айналдыра аласыз. Білген түйген заттарыңызбен, кеңестермен бөлісе бересіз, адамдар өздері консультация сұрап жазыла бастайды. 1-2 жылдай уақытыңызды өткізуіңіз мүмкін. Бірақ сол жылдар бәрібір өтеді кетеді ғой, зато сізде уже мыңдаған оқырманы бар контент болады. Қазіргі заманда қосымша табыссыз өмір сүру қиын. Сол үшін достар, осы 3 қадаммен жүріп көп ақшаға кенелуіңізді тілеймін. Жүрекшені басып парақшаға жазылып кетіңіздер.